Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз табиғатта ең әдемі әрі ерекше гүлдердің бірі раушандар туралы әңгімелесеміз. Раушан ежелден бері сұлулықтың, махаббаттың және нәзіктіктің символы болып саналады. Бірақ ол тек әдемі гүл ғана емес, биологиялық тұрғыдан өте қызықты өсімдік. Раушан гүлділер тұқымдасына жататын көпжылдық өсімдік. Ол бота түрінде де, өрмелегіш түрінде де өседі. Дүние жүзінде раушанның 300-ден астам түрі және мыңдаған сұрыптары бар. Раушан өсімдігінің негізгі бөліктеріне тамыр, сабақ, жапырақ және гүл жатады. Сабақтарында көбінесе тікенектер болады. Бұл өсімдікті жануардан қорғайды. Гүлдердің түстері әртүрлі. Қызыл, ақ, сары, қызыл, тіпті көкшіл реңдерде болады. Әр түс белгілі бір мағынаны білдіреді. Қызыл раушан махаббаттың белгісі, ақ тазалық пен пәктіктің символы, сары достық пен қуаныштың нышаны. Раушандар жарық пен жылулықты жақсы көреді. Олар құнарлы, ылғалды топырақтарда жақсы өседі. Күтімі дұрыс болса, ұзақ уақыт гүлдейді. Сонымен қатар раушан тек сәндік өсімдік емес, одан хош иісті майлар, әтірлер, косметикалық өнімдер, тіпті кейбір дәрілік заттар да дайындалады. Қорытындылай келе, раушан табиғаттың әсемдігі мен пайдасын қатар біріктірген ерекше өсімдік. Оны зерттеу арқылы біз тек гүлдерді ғана емес, жалпы өсімдіктер әлемін тереңірек түсіне аламыз. Назарларыңызға рахмет.